Баршаңызға тағы да сәлем. Біз бүгін баклажаннан ненемнің тілі салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 баклажан және 3 түйір сарымсақ пен 2 қызанақ қажет болады. Баклажандарымызды жуып, осындай етіп жұқа қылып тілеміз. Және әр тілегіміз жіңішке және біркелкі болу үшін пышағымыз өткір болу керек. Қолдарыңызды байқап, тайып кетпейтіндей етіп түреп, осындай етіп кесесіздер. Өте жұмсақ, дәмі ерекше салат болады. Ыдысқа салып, үстіне су құймай, тұзын салып қоямыз. Тұз себеміз, тұзды кішкене араластырғаннан кейін оның суы шығады. Ол уақытқа дейін қызанақтарымызды тазалап, жуып алып, 2-ге бөліп кесеміз. Қызанақтарымызды өстіп кесіп, дайындап қоямыз. Тарелкамызға салып, ал енді 3 түйір сарымсағымызды өстіп күштен өткізіп, болғаннан кейін үстіне майонез жағамыз. Майонезімізді салып араластырып, салмамызды дайындап қоямыз. Келесі бізге керегі панировочный сухари дейміз. Сонымызды дайындап қоямыз. Және де бір жұмыртқаны тарелкеге жарып, вилочканың көмегімен осылай езіп қоямыз дайындап. Міне панировочный сухариктерімізді келесі тарелкаға салып, өстіп жазып қоясыздар. Кесілген баклажандарымызды алып, суы шығады. Суын төгіп тастап, осылай жұмыртқаға келесі сухарикке бір-бір аунатып алып, тарелкаға салып дайындайсыздар. Міне панировочный сухарикқа 2 жағын бірдей аударып алдық. Енді сіздерге лайфхак ретінде өткенде көрсеткен болатынмын. Майды құймас бұрын қағаз төсесеңіздер де болады. Пергамент қағазын мен бүгін оны төсемедім. Ал енді майымыз қызыды. Өстіп баклажандарымызды 2 жағынан бассейн отта қуырып аламыз, 2 жағын аударып отырып. Ерекше салат болайын деп тұр қыздар. Оңай және тез дайындалады. Менің каналым ұнаса, комментарий жазып, каналыма тіркелмегендеріңіз тіркеліп, кетулеріңізді сұраймын. Қоңырауды басып қойыңыздар. Мінекей баклажандарымыз қызғылт түсті әдемі болып қуырылып жатыр. Қуырып алғаннан кейін салфеткамыздың үстіне, қағаздарымыздың үстіне қойсаңыздар да болады. Енді сырымызды әдемілеп осындай етіп турап алғаннан кейін
осындай жіңішке қылып сырымызды турап аламыз. Видеода көрсетілмей кетіпті. Дайындаған тосабымызды, баклажандарымызды суытып алғасын үстіне жағып, қызанақтың туралған бір бөлігін қойып, үстіне сырымыздан қойып, осылай бүктейміз. Бүктегеннен кейін ашылып кетпес үшін және сәндік әдемілік үшін мынандай таяқшаларымызды тығып қойсақ болады. Листья салатын салып, кейін помидор салып, үстіне сыр қойып істесеңіздер де болады. Менің балаларым ондайды онша жемегендіктен мен листья салат арасына салмадым. Бұл сіздер үшін қонақ шақырғанда әдемі болып тұру үшін листья салатасынан жапырақтарынан салсаңыздар болады ортасына. Міне оңай және тез өсіп орап, өте қыталақ, жұмсақ, дәмі ерекше салат жасап жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Менің каналымда көріскенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.